Бәріңе сәлем достар, менің атым Фейнис, және мен өзімнің жасыма қарамастан TikTok-тан көп ақша таптым. Оның бәрін қалай істегенімді көретін боласыздар. Мен қандай кедергілерге ұшырағанымды да көретін боласыздар. Мен өзімді өмір бойы әдемі емеспін деп ойладым, және өзімнің самооценкамды төмен ұстадым. Және де бұның бүкілінің кесірі менің садиктегі тәрбиешімнен. Ол маған үнемі сенің қолыңнан ештеңе келмейді, ештеңе істей алмайсың дейді. Группадағылардан өте жаман істейсің дейді. Және қандай бейшара дейтін маған. Мен жай ғана ұялшақ болған жоқпын. Мен және де өзімді қатты жалғыз сезіндім. Өйткені мен ата-анамнан ешқашан жылы сөз естімегенмін. Кейде олар менің сұрағыма жауап бермей игнорить етеді. Мен орта сынып оқыған кезде менде прыщтер пайда бола бастады, және менің тәтем мазақтайтын. Және кейде осының бәрін тоналкамен жағып қой дейтін. Және де мен осылай ата-анамнан да естідім. Бірақ олар менің өзімнің табиғатымнан емес, бетіме оқыт жасамағандықтан деді. Өзіңнің жақын адамыңнан ұрыс естіген өте жаман. Мен басқа да қосымшаларға қатысқым келді. Мысалы вокал, пианино, және менің осы апайым да, бірақ сенен ештеңе шықпайды, кешір деді. Және де маған мүмкін басқа сферада қолданып көресің деді. Және де мен өмірден қатты шаршап кеттім. Менде нормальный отбасы да, хобби де, достарым да болған жоқ. Және менің өмірім TikTok көшірілгеннен бастап өзгерді. Және де маған TikTok-тан жаңа функциясы ұнады. Мен онымен 1 сағат, 2 сағат көріп отыра бергім келді. Және де маған TikTok-тың видеолары қатты ұнады. Мен топқа шыққан видеоларды көремін. Олар да қарапайым адамдар. Және мен осындай томпақ қызға подписаться еттім. Ол өте қызықты приколдар түсіреді. Және ол 236 килограмм екен. Және өте арақ қыз, оның достары жоқ қызға тіркелдім. Және TikTok-та барлығы қарапайым адамдар. Және мұнда өзіңнің видеоңды салып, танымал болуға болады. Және осы кезде неге болмасқа дедім. Бірақ мен білемін, кішкентай кезімнен бастап жолы болмайтын. Бірақ мұндағы бүкіл блогерлер де сондай. Оларда бірақ 1 миллион подписчигі бар. Және мен сонымен түсіремін деп шештім. Қазір онлайн болғаннан кейін ешкім мені аңдымайды. Егер аңдаса, видеоларын барлығын өшіремін. Және де мен бірінші видеомды түсірем деп шештім. Және де мен бетіме түрлі стикерлер қойып, танымал музыканы қойдым. Және бір күнде 28 просмотр, ешқандай лайк жоқ екен. Және бір күннен кейін менің сыныптасым маған комментарий жазыпты. Бірақ мен өзімнің аккаунтымды жақындарымнан жасыруды ұмытып кетіппін. Және бұл видео бүкіл мектепке тарап кетті. Және барлығы мені мазақтай бастады. Такой позор. Және мен бірнеше айлардан кейін қайтадан TikTok-қа түстім. Оның барлығы тәтемнің арқасында. Ол мен өзімнің сестренкамнан жақсымын деп видео түсірді. Және ол видеоны түсірген кезде ол макияжда, әдемі прическамен, әдемі киіммен болды. Ал мен өте жаман болдым. Өйткені менің үстім үй киімде, менің шашым, бетім барлығы таза емес болды. Және де мен бұны TikTok-тан көрдім. Және де осы видеоны менің таныстарым ғана емес, оны басқа да адамдар көрген. Және де бір аптада 526 000 просмотр жиналған. Және де барлығы комментарийде олай біреуге тиісуге болмайды, сенікі дұрыс емес деп жазды. Және маған жақталасқан адамдарға қатты қуандым. Және мен өзімнің көрермендеріме жауап бергім келді. Және мен жаңағы видеоға дуэт құрып видео жасай бастадым. Мен ол видеода жылап, барлығын түсіндіре бастадым. Мен қарапайым қызбын, мен ешкімге тиіспеймін. Және де мен позор болғым келмейді деп айттым. Және де мен видео түсіріп болғаннан кейін сразу TikTok-ты өшіріп тастадым. Мен ол видеоны қарағым да келмеді, себебі онда адамдар комментарий жазады, ал мен оған шыдай алмаймын. Және де бірнеше күннен кейін менің қасыма мектептегі бір қыз келді. Және ол маған, сен анау танымал қыз емессің бе деді, Элидің сіңілісі. Я, ол менің тәтем, бірақ мен танымал емеспін деді.
және ол маған менімен бірге бір видеода түсесің бе деді. Себебі ол жақындарының алдында менімен бір мектепте оқитыны туралы айтқысы келді. Мен өте қатты жындандым. Және де ол қыз маған сенің тәтеңдікі дұрыс емес, мен сені қолдаймын деді. Және де ол менің тіркелушім екен. Және ол маған өзінің телефонынан видеоны көрсетті. Және де мен өте қатты таңғалдым. Ал ол видеода 3 миллион просмотр жиналған. Көп лайктар мен комментарийлар жиналған. Және комментарийде барлығы мені қолдаған. Және барлығы маған кейде видеолар жасап тұршы деді. Мысалы трендтер. Және де мен оны істедім. Мен барлығына поддержкаларыңыз үшін рахмет дедім. Және мен аккаунтымды тастамаймын деп уәде бердім. Және мен осыған сенбедім, себебі мен кішкентай кезімнен бастап өте неудачный қыз болғанмын. Және де таңертең мен қарасам, менің подписчиктер саным 1 миллионнан асқан. Мен өйткені видеоларды өте көп шығарып тұрғанмын. Және де мен неше түрлі жұлдыздарға пародия жасадым және оны салдым. Ал комментарийде барлығы мені қолдады және сенде актерлық шебер бар екен деді. Және мен күтпестіктен TikTok-тан ақша ала бастадым. Мен бұндай өмірімде ешқашан осындай көп ақша көрмеген едім. Және де мен TikTok-тан өте көп ақшалар жинай бастадым. Мен бұл ақшаларды қайда құртатынын білмедім де банк счетымда ұстадым. Ал тәтем болса, мені осы кезге дейін әлі қызғанады. Себебі менде өте көп подписчик, ода әлі 4000 подписчик. Ол өзінің TikTok парақшасында адамдарды кемсіту туралы видеолар түсіреді. Және менің тәтеме полиция келді. Себебі оның комментарийінде бұған заявлениелер жазған. Және де мен осылай болғанына қатты ашуланбаймын, бірақ қуанамын. Және де мен өте ұялшақ емес, менде актерлық шебер бар екенін түсіндім. Және мен тиктокер болып кеттім. Және де мен TikTok-тан қаншама ақша таба бастадым. Ол сенің қолыңнан да келеді. Сондықтан ешқашан үмітті үзбеу керек. Тек алдыға мақсат қою керек. Және сен қандай тиктокерлерді білесің, және саған ол ұнай ма, не үшін ұнайды, соның комментарийге жазып кет. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Достар, менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Себебі менің арнамда өте қызықты анимациялар шығатын болады. Оларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны да басып қой.